Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі демалыс күндеріңізге сәттілік тіледім. Жаңа көктем мерекесі келе жатыр. Әйелдер, қыз-келіншектердің құлпыратын мерекесі, тойланатын. Барлықтарыңыздың үйіңізде аналарыңыз бар, әжелеріңіз бар, қыз-келіншектер бар. Мерекелермен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, мол бақыт тілеймін. Ешқашанда ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында әзірлеп, қолжетімді рецепт көрсететін боламын. Жөтелі бар, бронхысы бар. Әжелерімізде, қазір жастарымызда да көбейіп кетті арамызда, өйткені менің өзімде де бар. Бронхы кішкентай сәл салқын тисе, уже мен жөтелім кетпейді. Қанша дәрі алып ішіңде, укол алсаң да, сол кішкентай мұздай суық қолымызға тиіп кетіп жатса, сол жөтеліміз күшейіп кетеді. Сол үшін чесноқты өстікті майдалап турап аламыз. Қолдың сүтін қайнатып, соған чеснокты саламыз. Әбден сарғайып қайнайды. Мен дайындайым дегенше сіздер каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер қуанып қаламын. Осы каналымды дамытуға өз үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Кішкентай шағын ғана сүтті құйып алдым. Астын орташа газды қатты қайнатпай шамалы жауып қойдық. Тасып кетуі мүмкін. Үстіне чесноктарды салып, тураған майдалап тураған чесноктарды саламыз да астын араластырып отырамыз. Және де айтып кететін жағдай, осындай алюминий темір ыдыстарға сүтті құйған алдында астына су құятын боламыз. Шамалы 1 сантиметрдей су құйып жіберген дұрыс, өйткені темір ыдыс отқа тез сүті тез жабысып, күйіп, иісі шығып, сөйтіп іше алмай қалуларыңыз мүмкін. Іше алмай қаласыздар. Сондықтан астына су құюды ұмытпаңыздар. Әрі өстіп араластырып, тұнбаны қайнағанша қарап отыру керек. Қараусыз қалдырмаңыздар. Сүт тасыған жағынан иісі қатты шығады бөлмені. Демалыста не істеп жатсыздар? Немен айналысып жатсыздар? Каналдарыңызды дамытамын десеңіздер, осылай күнделікті өздеріңіздің жасап жатқан тіршіліктеріңізді, үй шаруасын, болмаса осындай тамақтарыңызды видеоға салып, әдемілеп, әрлеп, канал ашыңыздар ютубтан. Соған күнделікті жүктеп отырсаңыздар, сіздер де дамып, үйде отырған аналар әсіресе табыс табуға болады. Ютубтың ішінен көп деген видеолар бар. Қалай дамыдам, ютуб каналды қалай ашам деп поискте іздесеңіздер, сіздерге алдарыңыздан шыға келеді. Видеоны қалай әзірлеуге болады, не салсам екен, қандай неше таңдасам екен деп поискте іздеуге болады. Әлі барлығы дамыған. Байыса қазақ байысын, дамыса қазақтың каналдары дамысын. Бір-бірлеріңізді қызғанбаңыздар. Каналдарыңызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрбір кездескен видео болсын, қазақша каналдар болсын,
пайдалы ақпараттар үшін лайк басып тіркеліп алыңыздар, егер сізге өте пайдалысы болып тиіп жатса. Сосын төменгі жағында қоңырауша белгісі тұрады. Сол қоңырауша белгісін басып қойғаныңыз дұрыс. Келесі видеолары, қандай видеоларды салып жатқанын бәрін біліп отырасыздар. Араластырып қарап отырмыз. Тастап кетуге болмайды сүтті. Ифтар алдында әзірлеп бір кружка, бір стакан сүтті ішіп алған дұрыс. Қақырықты жібітеді екен. Осыны үзбей бір ай пайдалансаңыздар, нәтижесі бар. Қатты бронхысы бар кісілерге бір ай ішуге болады. Ал жай ғана жөтеліңіз енді тиіп жатқан кісілерге бір апта, 4-5 күн ішуге болады. Дайын болды. Қолдарымыз күйіп қалмасын, қойып аламыз. Сүтімізді қойып. Ұстау дайын болды. Сізге болу керек, бұл жерде сізге болмады. Өзім жаңада көшіп келіп жатырмын, үй алып, жеке шығып, балдарыммен, әлі менің құралдарым дайын болмауы мүмкін. Оны мән бермесеңіздер болады. Сіздердің үйлеріңізде егер сүзгі болып жатса, сүзіп ішіп алыңыздар. Ас болсын, ем болсын, Алла шипасын берсін. Бұл жерде мен дәмін көріп жатырмын. Егер чесноктың иісі қатты шығады деген, маған больницада доктордың алдында отырған кезде бір үлкен кісі апа өзіне осылай пайдаланғанын, әрі іске асқанын, ем болғанын, шипасы болғанын маған ұсынды. Осылай жасап көр, қызым, саған да ем болсын, Алла шипасын берсін деп. Мен бірақ чеснок жеп көрген емеспін, сондықтан ішу қиын болды деп айтты. Ал мен чеснокты жақсы, жуанын өте жақсы көремін. Күнделікті жеп отырамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыз.